Баршаңызға сәлем, мені YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен қысқа сақталынатын екі түрлі салаттың рецептімен бөлісем. Біріншісі лечо және екіншісі сацебили салаты. Өте керемет рецепттер, міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Ал ендеше бастайық. Алдымен сацебили салатын әзірлейміз. Қазанымызды қыздырып, 400 грамм май құйып, бір пиязымызды жұмсарғанша, қызарғанша қуырып аламыз да, ет тартқыштан өткізілген қызанағымызды қосамыз. Қызанағым менде шашырап кетті және ыдысым кішкентай болып қалды, сондықтан үлкенде ыдысқа ауыстырдым. Енді ет тартқыштан өткізілген қызыл тәтті болгар бұрышымызды қосамыз. Сондай-ақ ет тартқыштан өткізілген 600 грамм сарымсағымызды қосамыз. Бір араластырып аламыз да, татымына қарай тұздаймыз және қантын қосамыз. Мен осы өлшемге, яғни 10 килограмм қызанақтан жасап жатырмын. 4 ас қасық тұз және 8 ас қасық қант қостым. Яғни қанша тұз қоссаң, содан 2 есе көп қант қосасыз. Сондай-ақ қызанақтардың сорты әртүрлі болады. Бір қызанақтар тәтті, бір қызанақтар қышқыл болады. Сондықтан тұз бен қанттың көлемі басқаша болуы мүмкін, сәл көптеу немесе сәл аздау. Сондықтан татымына қараңыздар. Енді 5-6 лавр жапырағын қосамыз да, бір араластырып, қақпағын жауып, бір бұрқ еткесін 1 сағаттай қайнатамыз. 1 сағат өткесін біздің сацебили салатымыз дайын. Әдеттегідей стерилденген банкілерге құямыз. Өте керемет салат, өте қою және маңызды болып шығады. Сосын әдеттегідей стерилденген қақпақтармен бұрап, аударып, бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Енді лечо салатын әзірлейміз. Лечоға қазанымызды қыздырып, 400 грамм майымызды құйып, бір пиязымызды қызарғанша, жұмсарғанша қуырып аламыз да, ірілеп туралған қызанағымызды саламыз. Ет тартқыштан өткізбей-ақ осылай ірілеп турап салсаңыздар болады. Сосын қақпағын жауып, бұрқ еткесін жарты сағаттай қайнатамыз. Жарты сағатта қызанақтарымыз жұмсарады. Сосын осы видеодағыдай погружной блендермен езіп шығамыз. Міндетті түрде бұл жерде погружной блендер керек болады. Енді қайта отқа қоямыз да, бір бұрқ еткесін ірілеп туралған болгар бұрыштарымызды саламыз. Мен 6 килограмм қызанақтан жасап жатырмын, соған 2 килограмм болгар бұрышы кетеді. Болгар бұрышын салып болғаннан кейін тұздаймыз, қантын қосамыз. Мен 2,5 ас қасық тұз және 5 ас қасық қант қостым. Түйіршіктелген қара бұрыш қосамыз кішкене, және де 5-6 лавр жапырағын салып шығамыз. Және де сарымсағымызды саламыз. Сарымсақты бұл салатқа турап салу керек. Сол кезде дәмі басқаша болады. Яғни қыздар, әр көкөністің туралғанына қарай дәмі басқа болады. Енді қақпағын жауып 40 минуттай қайнатамыз. Сонымен біздің лечомыз дайын болады. Мінекей лечомыз дайын. Осындай маңызды, өте дәмді, балаларға нанға батырып жегенге өте дәмді салат. Міндетті түрде қыздар жасап көріңіздер. Енді бұл салатымызды әдеттегідей стерилденген банкілерге құйып шығамыз да, стерилденген қақпақтармен бұрап, жылы жерге аударып, бетін жауып бір түнге қоямыз да, кейін кладовкада, салқын жерде, болмаса қараңғы жерде, үй бөлмесінде болса, сақтай берсеңіздер болады. Баршаңызға рецепт ұнады деген сенімдемін. Төменге пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Баршаңызға